Всем ассаламу алейкум. Мы с Ярикага прибыли в поселок Молодежный по просьбе жителей этого поселка. Проблему мы покажем. Серика? Ассаламалейкум ағайын, Молодежный ауылының тұрғындарын шақыртумен осында келе жатырмыз. Қазір бір айтатын мәселелері бар деймін, қайта өтінгеннен кейін осы мәселені Талғаттың YouTube каналынан көресіздер. Аман болыңыздар ағайын. Ассаламалейкум ағайын. Бұл мынау Молодежный ауылына келіп тұрмыз, халықтың шақыруымен. Бұнда үлкен мәселелер бар екен. Мектептің жауып қалу қаупі бар, ауылдан халық көшіп жатыр. Мынау біздің қазір ауыл дамытамыз деген бағдарлама бола тұра, халықтың ауылдан өзге көшуі бұл үлкен жақсылықтың белгісі емес. Сондықтан халықтың айтатын мұң-мұқтажы бар екен. Сол кісілерді бір тыңдап көрсек. Қане, қайсыңыз басқа айтасыздар? Вот нам говорят, что нас закроют школу, а у меня 5 детей. Куда вот мы пойдем? У нас нет возможности купить квартиру. Что будем делать? Сами не знаем. Вот хотим обратиться, чтобы нам помогли. 25 детей. Вот, ну, не знаем, что будем делать пока. Нет, официально пока нам не сказали, но как, есть слух, что закроют школу. Слухи пошли такие, поэтому. У нас очень хороший совхоз, но, знаете, люди убегают, очень жалко. У нас такой был хороший совхоз, у нас есть возможность здесь держать скот, очень хорошая возможность. У кого нет возможности, пожалуйста, приезжайте, у нас столько домов жилых, у нас есть вода в домах, у нас свет, у нас дом культуры, дороги очень хорошие. В этом году сделали асфальт. Ну вот люди убегают, почему? Потому что у нас предвидится закрытие школы. Это еще не обосновано, но есть предвидение. Очень Татьяна Кротова, я санитарка МП «Молодежь». Будет ужасно просто. Мы и так тут выживаем благодаря скоту. И у нас вот. А если закроется школа, вообще останутся пенсионеры и все. А если останутся пенсионеры, уже люди вообще не будут сюда вкладываться. Даже в животноводство не будут вкладываться. Скажу так. Вот. Поэтому все. Мен осы ауылдың тұрғынымын. Есім Темірхан. Мен жер туралы, жайылым туралы мәселені көтергім отыр. Мал жаятын жерлердің бәрін жырып тастап, егінге салып жатыр. Мынау өзі көріп тұрсыз, мына грейдерге шыққанда, 500 метрден ары жыртып жатыр. Егін жоқ, егін салып жатыр. Бізді көктемде Арғынөтке жайында дейді, Арғынөтте су тасығаннан кейін біз 2 айдай суды малды өткізе алмаймыз. Мына кішкентай бір жерге біз мал жая алмаймыз. Мал көп. Мал сайын адамдар бар, көбейтеміз деген адамдар бар. Адамдар бар, су алғысы келеді, андай мындай істексем, жайылым жоқ, шынды айту керек. Мәселе сол жайында. Сосын мынау жайылым, үкімет айтады ғой, мынау неше шақырым болу керек ауылдан. Соны шешіп берсін бізге, акимат. Малға жайдашын жер жоқ. Анда барсаң штраф, мында барсаң штраф, өзі білмейміз малды не істейтінімізді. Өзі. Алла ашықса өзімізге штрафлауға деп қорқамыз уже. Мен осы ауылдың тұрғынымын. Мен осы ауылда 75 жылдан бастап тұрып жатырмын. Қазір кезде пенсионермін. Енді мен айтатын мәселем осы мектеп жабылмасын деймін. Мектеп жабылса, халықтың бәрі көшіп кетеді. Халықтар көшкенде несімен көшеді? Бәрі кредитпен үй алады. 5-6 балалары бар, мүгедек кішкентай балалары бар, инвалид балалар сау отқан семья бар бұнда. Олардың бәрі қайда көшеді? Біз осы малдың арқасында күн көріп жатырмыз. Расында да мынау ауылдың шетіне мынау грейдерден шықса, штраф салады бізге. Үйдің маңайынан шықса, штраф салады. Малды қалай бағамыз біз? Біз осы малдың арқасында күн көріп жатырмыз. Осы малдың арқасында немерелерімізді, балаларымызды бағып отырмыз. Сіз мұны сұрақтарды акимге айттыңыз ба? Аким біледі ма? Сіздің ауылдың әкімі, қаланың әкімі? Біледі, бәрі де біледі ғой. Қандай ответ, жауабы қандай болды? Ешкім ештеңе демейді. Не деп айтады олар? Бізге штраф салып кетті, біз аламыз, штраф төлейміз, болды, отырмыз. Школ мәселе? Школ мәселесін енді мен білмем. Енді мен келіп отырмын осы школға, халыққа жаным ашып. Школ жабылмасын деп. Осында халық тұрса, әйтеуір біздің совхоз жақсы совхоз. Былтыр су өткізді біздің ауылға. Мына 4G деген интернетіміз бар, мешітіміз бар, ДК-мыз бар. Біздің ауыл үлкен ауыл, былай қарағанда. Үй бар, бос үйлер көп. Біздің ауылға адам керек, бала керек. Сол айтайын деген мен.
мынау политиканың гаранонын білмеймін. Уже бір ай бұрын уже айтып жатыр, мынау школ жабылады. Сосын адамдар уже нетеді ғой, ойланады, көшу керек деп. Сосын көшіп кетеді. Мен Целинныйда бір жыл оларды нетті. Солай ақыр, да, агитация, вот жабылады, ане жабылады, міне жабылады. Сосын жартысы көшіп кетті, әне. Қалды қаңғырып совхоз, такой совхоз. Ол Майкоптан такой совхозсын. Получается, қазір аға Чесақанның группада 4 ауыл ғой. Аха, Матросов школ жабылды. жабылды. Целинныйда школ жабылды. Начальный классы қалды, иә, бір үйде қазір оқып жатыр, иә. Да, иә. Жалғыз стал түсінікті ол, железная станция ол жабылмайды. Майкоп жабылса, мына жақта адам қалмайды ғой. Да, қалмайды. Сосын мен ойлап жатырмын, зачем бізге осы акиматтар, если олар ауылда тұрмаса, балалары ауылда оқымаса, бізге зачем аким? Лучше бір акимат болсын 4 совхозға. Лучше оның ақшасына, бюджетіне біз автобус жүргізейік былай. Сол үшін айтып отырмын. Ну, чтобы наша школа не закрылась, потому что у меня ребенок инвалид. Я, например, как я могу с ним поехать, если он постоянно здесь обучался, как говорится, и там, например, в городе он уже по-другому будет. Поэтому я не хотела бы, чтобы у нас наша школа закрывалась, чтобы она дальше работала, потому что я тоже там же присутствую, работаю. Только останутся пенсионеры и пожилые люди, и все. Поэтому, если еще останутся, да. А сейчас, например, у нас нормально, сейчас интернет есть, вода есть, дорога есть. Главное, чтобы нормально, как вот сами здесь без акима. Правда, вот и потому что у нас аким не работает. Это я вот могу сказать. Он матросовый, он больше за матросова переживает. Но Жилява не переживает, больше там-то семьи свои. ТО, да? Который обеспечивает работой. Есть ТО, да, Как есть. называется? Адельбек. Адельбек, он Да. рабочие места предоставляет поселку, да, жителям? Нет, не предоставляет, потому что если работу будут они предоставлять, то получается им надо отходы давать, сено давать надо. Они не хотят поэтому брать, они берут, со стороны берут. Это поначалу помогали, а сейчас уже все, они давно уже не помогают. Они не присутствуют, как вот в нашей жизни, вот совхозной, они ничего не делают сейчас, в данный момент. Мәселе үлкен мәселе, халық өйткені көшетін болса, бізде қазір қарап отырсаңыздар, президент айтып отыр, дұрыс па? Қазір кәсіпкерлер өздерінің социальный вопросын өздерін алу керек, ответственный болу керек деп. Мысалы жатыр естіп отырсам, 30 мың егетін Нұржайлау қой, Әділбек Нұржайлау екеуінде 6 адам жұмыс істейді бұл ауылдың. Бүкіл 30 мың гектар жерін пайдаланып 6 адам жұмыс істейді. Мал жаюға мүмкіншілігі жоқ. Неге? Себеп бізде бұл жүйе дұрыс емес деген сөз. Мысалы балалар жағы, мысалы мына кісінің 5 баласы бар екен. Бұл 5 баласымен қайда? Мектеп алса, бұл балалар оқымай қалады деген сөз. Бұл кісіне мектеп жабатын болса, осындай көмек беру керек. Үй алуға, мектеп орналасу, жұмысқа, ал арқалық көшіп бардыңыз, жұмыс жоқ, не істейсіз? Осындай мәселелер көп. Мысалы біздің президентім айтады, жақсы өмірді біз ауылға әкелуіміз керек деді. Осыдан 2 жыл бұрын. Халықтың қазір біздің Қазақстан бойынша халықтың 44% ауылда тұрады. Қазір соның бәрі мына Астанада болып жатқан проблема, үй жетіспей, үлкен қала болып жатқан проблемалардың барлығы жұмыстың әрекетіне бар халықтың бәрі ауылдан көшіп жатыр. Сол мәселені тоқтату үшін президент осыны айтты. Бірақ жергілікті жерлерге ол әлі жеткен жоқ. Міне қарап отырсаңыз, кеше аты шығып дүркірдегі Майкоп совхоз ғой. Бұл совхозда қаншама үй бос тұр, қаншама адам, 19 бала, 25 бала оқиды екен, 16 мұғалім бар екен. Енді қарап отырсаңыз, не әкімі тұрмайды мұнда ауылда, не бас маман тұрмайды бұл ауылда. Акиматтан ешкім жоқ. Онлайн басқарады. Мына кісі дұрыс айтады. Зачем тогда ондай әкім? Осы ауылда бір жас балалар бар шығар, сосын басқаратын ететін. Мысалы жаңағындай социальный ответственный мына үлкен бір тоғы, бір тоғының өзі осындай несін алу керек деп ойлаймын. Мысалы біздің Құмар Ақсақалов айтқан жоқ жиналыста көрдіңіз ғой да? Біз қазір арқалық бойынша Алуаның мектебі жабылды, Ақбұлақтың мектебі жабылды, Целинный жабылды, Қызыл Жұлдыз жабылды. Қазір біз 28-дің 4-еуін жаптық. Мирныйдің мектебі жабылды. 5 мектеп жаптық. Мақсат бізде бала жоқ деген. Ал мектеп жабылу деген бізде халықтың көшуін алып келіп соғады. Біз егер мектеп жабылатын болса, оның болашағы жоқ, ауылдарға кіретін болса, неге біз онда жолдан асфальттадық, неге біз су тарттық мұнда, неге біз интернет желілерін салдық? Онда біз сол ақшаларға осы кісілерді басқа жерге орналастыруымыз керек шығар. Сондай бір жүйе болу керек шығар. Мысалы, егетін неге берсін, мысалы, үй алатын жағдай жоқ па? Үй алып орналастырайық, мысалы, осы суға да бәрін кеткен ақша осы көшендегі адамдарға үй алып беруге жететін шығар. Арқалықтан емес. Арқалықта қазір кеш су тасқынынан кейін халықтың көбінесе арқалықта жұмыс орындары жоқ. Қазір өтірікпен отырмыз, бәрі жақсы деп. Бірақ шындап келгенде мәселе бүкіл жерде бар. Осындай мәселелер жалпы енді
осы халықтың сөзін сөйлеп жүргеннен кейде осындай келеміз, басымызды қате, бізге де оңай емес, басымызды қатерге тігеді, біздің де бала шағамызды қудалайды. Өйткені қазір не солай, міне алда сақтап қалу үшін сіздер жаны ашып жүргендеріңіз үлкен рахмет. Өйткені көп адам қазір қорыққаннан бұны да айта алмайды. Өйткені қазір қараңыз, 16, 19, 25 баланың 20 семья көшеді екен балалар үшін. Өйткені қазір бала интернатқа бере алмайды. Өйткені жұрттың баласы бір бала, екі бала. Сен бір балаңызды ағайын жақсы оқыта алмайсың, жанында боласыз. Оның сыртында сабақ оқыған 16 мұғалім көшеді. Сонда бір ауылдан получается 50 адам көшіп кетейін деп тұр. Ал баласы онда қандай болады? Сонда біз ауылымыз қайда? Біз арқалық соңғы барлығының мәселесі осы. Барлығының мәселесі. Осындай жағдайлар біздің мақсатымыз бір халықтың арандату емес, сіздердің жанайқайларыңызды тыңдап билікке жеткізу. Билік оны қалай қабылдайды? Біздің қолымызда ештеңе жоқ. Бірақ осы мәселені депутат ретінде көтеремін де, айтамын, бірақ одан не өнеді? Мәселе сонда. Бірақ біз дауыс шығармай үндемей отыра берсек, Селин мектебі жабылды, қаншамадан көшіп кетті. Өйткені олар балалар жабылғасын, кетті қазір 5 бала оқытып жатса, ертең онда сапасы дұрыс емес, онда жауап тастайды. Сол кезде ауылдағы пенсионерлер, ал ауылда пенсионер жастар қалмауы деген ауылдың болашағы жоқ, өлдірген сөз. Менің айтпағым осы. Сіздеріңізге рахмет. Міне біздің жан айқайымызды тыңдап отырсыздар. Ауылға бізге енді расында да мектепке оқушы керек. Осы ауылға көшіріп біраз адам әкелу керек. Жұмыс беру керек. Ол көшіріп әкелгенде ол адам жай тұрмайды ғой, енді оған жұмыспен предоставить ету керек. Сол мен айтатыным. Қазақстанда ең бір керемет дамытатын не ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы оның ішінде. Сіздердің біләйім деп екен, мал шаруашылығына қазір 5% ақша беріп жатыр үкімет, дұрыс па? Оны алайын десең, сіз жер, міндетті түрде жер болу керек ол үшін. Осы мәселемен қаланың әкімі айналысса, мысалы, қазір заң бар. 10-12 шақырым елден егін алыс болу керек деген. Соны қолданып, мысалы, егін егіп жатқандар алыс жатыр, біз сізді егін егіп жатқандарды алшақ сізді жақындатып жатыр екен, қарап отырсам. Мысалы, жаңа бір кісі айтып отыр, бізге жайылымды 50 шақырымнан беріп жатыр. Қандай адам малын бір 50 шақырымға апарып, 50 шақырымға бағады. Бұл жай әйтеуір мен бердім, сен алмадың деген мақсатта. Ал қазір халықтың, ауылдың халқының барлық күнкөрісі малдан ғана қалды. Мал болмаса күнкөріс мүмкін емес. Ал мал ұстауға мүмкіншілік беру ол жергілікті биліктің нақты жұмысы деп ойлаймын. Сондықтан бұл мәселені біздің қолымыздан келетіні тек осы сіздердің айтқан жанайқайларыңызды облыс деңгейіне, мүмкін республика деңгейіне жеткізу. Біздің жұмысымыз сол ғана. Біздің халықтың арасында осы жүргізушілер шақырғанда, келіп жатқанда мақсатымыз осы сіздердің жанайқайларыңыз солар жетсе екен. Көбіне осы былай айтылмағаннан, әлеуметтік айтылмағаннан бізде отчет бойынша, әкімнің отчет бойынша бізде бәрі керемет. Біз дамып жатырмыз. Бізде интернет бар. Мысалы, салып жатқан интернеттер, салып жатқан жолдардың бәрі біздің даму көрсеткішін жасады. Баланың мектебімізде болмаса, осы дамып жатыр. Мына жаққа осындай салдық. Қазір болашақта тағы да бірдеңелер саламыз. Ал бірақ осындай экономикалық не басынуы болса, онда халыққа жағдайсы бар. Көшуге қайда барады? Мына 5 жап-жас бала, мына бала 5 баласымен қайда барады? Осындай мәселелерге көңіл аударса екен деймін. Құмар Ақсақалов мырза, енді сіз басқарып отқан ауылда осы бір мектеп жабылмайды, осы ауылды көркейтеміз дедің. Сіздің сол сөзіңіз, сіздің ашқан ана Kia заводыңыз болмаса шығарып отқан машинаңыздан гөрі ауылдың халқының өз үйінде, өз отбасында отқаны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан осыған көңіл аударсаңыз екен деймін. Аман болайық ағайын, баршаңызға амандық.